Қалай мұғалімдер жасанды интеллект арқылы автоматты түрде тест жасай алады? Қазір бастан аяғына дейін толық көрсетемін. Біз мына құралдарды қолданатын боламыз: Google Sheets, Google Forma және жасанды интеллект. Мен оңай тесттарды айтып тұрған жоқпын, 4 нұсқадан біреуін таңдайтын. Мен кәдімгідей толыққанды емтиханды айтып тұрмын. Яғни оқушы сұраққа толыққанды жауап беру керек, сөйлемдермен жауап беру керек. Ондай емтихандарды қазір адамдар тексереді, себебі оның мағынасын түсіну керек, дұрыс жауаппен тексеру керек. Ал жасанды интеллект адам сияқты ондай жауаптарды тексере алады. Және осының барлығын қалай жасайтынын қазір мен сізге көрсетемін. Ең алдымен біз сұрақтарды дайындауымыз керек. Мен мінекей 10 сұрақ дайындап қойдым. Енді мына сұрақтарды оқушылардан қай жерден сұраймыз, қалай өткіземіз? Ең оңай жолы ол Google форма, себебі ол тегін және өте ыңғайлы құрал. Жауаптар автоматты түрде Google Sheets'қа түсетін болады. Және біз жасанды интеллект жасап қоямыз, ол деген келген жауаптардың барлығын автоматты түрде тексеріп отыратын болады. Сұрақтар бар, оқушының аты и барлық бағасы бар, общая оценка бар. Бізге не істеу керек? Жасанды интеллектімізді жасау керек. Ол үшін біз n8n деген платформаға барамыз. Сосын create workflow дегенге басасыз, плюс дейсіз да Google Sheets деп жазасыздар. On row added, яғни жаңа строка қосылғанда. Қандай файлға? Қазақстан тарихы файлына. Ол все. Енді осыдан кейін бұл сұрақтарды, жауаптарды жасанды интеллектке береміз. Agent деп таңдаймыз. Сұрақ, жауап, сұрақ, жауап. Осындай формат ChatGPT-ге, жасанды интеллектке түсінікті да. Бұл жерге бағаны қос. Не үшін бұл баға берілген? Мысалы 10 балл берді, жауап толық. Енді біз инструкция береміз. Қалай бағалау керек, не істеу керек жауапқа? Біз инструкцияны қазақ тілінде бере береміз, ол түсіне береді. Керемет. Енді болды, сізде схема дайын. Сіз деген жүздеген, мыңдаған оқушыға жібере аласыз бұл форманы. Әр оқушы толтырған кезде, мында оценка беріп отырды. Қанша уақытыңыз үнемдейді.